қауіпсіздігімен танысамыз. Балалар, сендер жолда жүру ережесін білесіңдер ме? Ал жолда жүру үшін біз не істеуіміз керек емір? Неге бағынамыз? Дұрыс айтасыңдар ба? Бағдаршамның неше көзі бар? Кәне атайықшы балалар, түстерін. Ал енді балалар, қызыл жанғанда не істейміз бағдаршамның? Тоқтаймыз. Сары жанғанда? Айдаламыз. Жасыл жанғанда? Жүреміз. Дұрыс айтасыңдар балалар. Енді балалар, бәріміз экранға назар аударайық. Балалар, міне экранда көріп тұрғандай, мына екі бала не істеп жүр? Қай жерден өтіп бара жатыр? Жолдан. Балалар, мына көк белгі жаяу жүргіншілерге арналған белгі көріп тұрсыздар. Ал мынау ақ жолақтар, біз барлығымыз жолдан жүрер кезде осы ақ жолағы бар жерден жүруіміз керек. Көріп тұрсыңдар ғой? Енді балалар, жолдан өтерде біз жалғыз өтеміз ба? Кімдермен өтеміз? Үлкен адамдармен бірігіп өтуіміз керек, жалғыз жолдан жүруге болмайды. Мамаға папаға шығасың екен. Дұрыс айтасыңдар балалар. Үлкен адамдармен бірге не істейміз? Жолдан өтеміз. Қызыл көзін ашқанда сұнық сүйген батпауға, сары көзін ашқанда қарап қалма аспанға. Ата кезек үш көзін, атты кеп үш сөзін. Тоқта сақтан жоласып жөне жолға таласып. Үш көштің дәл құлағы, сол тарапта тұрады. Аспан кеші. Үш көшім айтты деп ол. Үш сөзін. Сақта көзі тәздірбін. Бағдар санын әлсілін. Сөзін алып менде. Жасылдан сәменде. Алға кетті белде. Жолда топ ойнаға болмайды. Жолда құлаққа дауға болмайды. Үлкеймен жүрейін.